Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен веб приложение жасауға арналған Django фреймворкымен танысамыз. Python бағдарлама тілінің. Ең алдымен біз Python менен Django-ны скачать етіп алу керекпіз. Python-ды скачать ету үшін python.org деген сайтқа кіреміздер де және де загрузки деген таңдаймыз. Менде қазір соңғы версиясы 3.8.5. Осы скачать еткен кезде Python-да бізге пакетпен pip деген программа келеді. Pip деген ол пакетный менеджер Python-дікі. Ол бізге керекті программалар, модульдарды, библиотекалар скачать етуге мүмкіндік береді. Скачать етіп болғаннан кейін бізге Django-ны скачать ету керекпіз. Ең алдымен біз терминалды запускать етеміз. Сіздер Python-ды установка жасап болғаннан кейін тексеру үшін терминалды ашасыздар. Егер сіз Windows-та отырсаңыз, ол PowerShell немесе SMD командасымен запускать етілетін терминалда көресіздер. Тексеру үшін Python -- версиясын жазамыз, version, и ол бізге соңғы версиясын көрсетеді. То есть мұны 3.8.5. Бұл деген сөз бізге Python орнатылған. Ал енді мен сіздермен бірге бастап жұмыс жасау үшін бір папканы создать етем. Сол папканың ішінде менің проекттарым болады. Mkdir. Папканың атын біз web деп қояйық. Енді мен осы папкаға кіремін, cd web. Мен Arch Linux операциялық системасында жұмыс жасағандықтан мен терминалда жасаймын. Сіздер оны обычный интерфейстан жасай аласыздар. Мышканың оң жағын басып и арғалай. Енді бізге Python-ды скачать ету үшін, егер сіздер Linux-та отырсаңыздар, pip install Django деп тересіздерді. Егер сіздерге версиясы керек болса, версиясын жазасыздар. Егер сізге соңғы версиясы керек болатын болса, то есть дефолтный, да, онда сіздер pip install Django деп жазасыздар. Және де оны жазғаннан кейін бізге ол скачивать етілу басталады. Мен осы сіздердің ауыттыларыңызда күнделікті жұмыста қолданып жүргендіктен, ол менде уже скачаны. Ал сіздерде ол жүктеу бастайды. Одан кейін сіздер оны скачать етіп болғаннан кейін Django-ның версиясын тексеру керек, да? Django admin -version. И бізге ол соңғы версиясын көрсетеді 3.1. Pip деген ол Python-мен бірге келеді, сондықтан оны жеке бөлік орнатпайсыздар. Install деген скачать ететін, және де одан кейін модульдің аты. Модуль ол Python-да библиотека, либо екі басқа тілдерде кітапхана, программаларда керекті компоненттер. Бізге біз Django фреймворкын скачать еттік. Одан кейін Django admin деген, ол получается команда. Django-ның ішіндегі команда запускать етеді, версиясын көрсететін админ панельден. Енді скачать етіп болғаннан кейін бізге, мен сіздерге көрсете салайын, Django Windows-та қалай скачать ететінін. Ол жерде, получается, сіздер Python -m, одан кейін бар pip install Django деп жазасыздар. Мына жерде бізге көрсетіп тұр Python-ның версиясын қалай тексеру керек екен. Және де міне, то есть Python -m. Виртуальный окружение орнатудың қазірше қажеті жоқ, себебі бізге үйреніп отқандықтан біз пока виртуальный окружение жасаймыз. Virtual environment, ол виртуальный окружение сіздерге имитация жасайды, что сіздің папкаңыздың ішінде тек қана жеке бір пространство болады, да? И ол пространство сіздің компьютеріңізға бүкіл, то есть компьютерға влиять етпейді. Егер сізге Django-ның екінші версиясы керек болса, Django 2 дейсіздер. Егер 3 керек болса, 3 дейсіздер, да? Environment активировать етіп. Және де ол тек қана сол проектке ғана установка жасайды. Бүкіл компьютерға емес, сол папкаға. Міне, мына жерде получается Python -m pip install Django деп жазасыздар. Жарайды. Орнату жағынан проблема болмауы қажет. Енді біз Django-ны установка скачать етіп болғаннан кейін біз енді приложение жасау керекпіз. ls ол бүкіл папкалардың, файлдардың спискін көрсетеді. Менде веб пустой болғандықтан ол ешнәрсе көрсетпейді.
Енді біз Django'дан проект құрастыру үшін жазу керекпіз, айту керекпіз Django'ға. Django admin, то есть Django admin деген команданы тереміз, иә. И бізге керек нәрсе ол приложение құрастыру керекпіз. Сол үшін start project дейміз. Start project. Осы project'та кейінгі біздің приложениенің аты болады. Біз жазамыз блок деп. Болды. То есть менде ешқандай ошибка шыққан жоқ. Енді тексеретін болсақ, ls деп менде уже блок деген папка пайда болды. Ол деген сөз, ол Django маған приложение құрастырып берді. Django'ның тағы бір плюсы, ол сізге бүкіл приложениені папкалардың архитектурасымен керекті модульдарды орнатып береді. Енді мен осы блокқа өтейін, cd блок деп ls 3 қараңыздар, получается менің осы блоктың ішіндегі папкаларды, мәні блок деген папка бар, и және де manage.py деген бар. Manage.py деген файл, получается ол питонский файл, питондық файл, да, py деген расширение тұр себебі. Ол бізде командны, егер сізде басқа фреймворктарды қарасаңыздар, оларда өздерінің жеке бір консольный командалар болады. Сол осы запускать ету үшін бізге осы консольный команданы manage.py жазу керекпіз. Келесі, получается, блок, ол біздің өзі приложение. Біз блок деп құрастырған кезде, ол блок деген папка құрастырды, да, пакет, приложениенің аты. И оның ішіндегі осы екі файл құрастырады. Блок, ол біздің негізгі приложениенің настройкалары, путтары жазылатын негізгі пакет. Не үшін пакет деп атаймын бұны? Себебі бұл осы файлдың ішінде нижнее подчеркивание init, нижнее подчеркивание py деген файл бар, модуль, да? Ол модуль Python оны көрген кезде, ол осы блок деген папканы, да, пакет ретінде түсінетін болады. Ал енді мен осы біздің приложениені Visual Studio кодтан ашам. Сіздерде мүмкін Visual Studio бол, мүмкін Sublime, Atom, PyCharm, кез келген текстовый редактор қолдансаңыздар болады. Так, мен аштым, получается, запускасы етілді. И вот біздің manage.py деген файл. Бұл жерде біз еш нәрсе өзгертпейміз. Бұл жерде бұл файл бар просто. Осы файл арқылы біз көптеген миграция жасаймыз, приложениелер құрастырамыз, да, ішінде керекті и так далее. А вот негізгі блок, осы біздің приложение негізгі ядросы десек болады, бұл жерде настройкалар болады. Енді керек нәрсе, вот, init деген файл, пустой файл болады. Бұл ішіне егер де керек болса, код жазуға болады. Бұл жағынан сіздер документациядан оқымасаңыздар болады. ACHI и VCHI, ол получается екі питонский файл. Ол бізге Python негізі сервермен жұмыс жасаймайды, да, Apache болу мүмкін, Nginx болу мүмкін. Сондықтан ол осы сервермен қарым-қатынас жасау үшін VCHI-ді қолданады. Как бы прослойка ретінде, да. ACHI деген ол то же самое, что VCHI, но только асинхронный запростар жасауға арналған. Settings, ол негізгі бүгін біз сіздермен settings пен URL-ді көреміз. Settings ол біздің Pythonның негізгі настройкалар болады. Бұл жерде сіз орнатылған приложенияларды, middleware-ларды, то есть шаблонның настройкаларын, база даныққа қосылатын настройкаларын, осындай көптеген настройкалар жасайсыздар. Ал енді тез-тез өтіп шығайық, танысайық. Мынау сіздерге қиын нәрсе болмау керек. Егер қиын түсінбейтін болсаңыздар, сіздер онда Pythonның базасын үйрену керексіздер. Базасын білмейінше фреймворктарға өту әр сіздерге ерте. From pass, то есть pass деген модульдан, passlib деген модульдан бізге pass деген классы скачать етіп отыр. Мынақта получается осы файлға дейінгі полный путь алады бейздер. Секретный ключ, secret key, каждое приложениеде өзінікі болады. То есть каждое приложение өзі автоматически генерирует етеді, және де оны сіздерге ешкім көрмеу керек. Debug true деген сөз, ол бізге ошибкалар болатын болса, да, бағдарлама барысында осы
дебагтан көре аламыз. То есть браузерда көрсетеді. Егер false болса көрсетпейді. Allowed host разрешенный хосты. Егер сізде IP мен жұмыс жасайтын болсаңыз, либо же басқа да сторонний сервистермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге осы жерге көрсетіп керексіздер. Install it up бұл жұмыс жасайтын, загружаться етілетін приложениялар. Приложениялар ол бізде бір проекттің ішінде бірнеше приложение болуы мүмкін. Вот. Бұл жерде получается админ панель. Django'ның тағы да бір ең үлкен плюсы деп айтсам болады. Админ панель бар. Оны уақыт көреміз. Және де авторизация, content type, сессия, message и статический файлдармен жұмыс жасауға арналған осындай приложениялар скачать, то есть загрузка жасайды сразу автоматты түрде. Middleware деген ол как бы прослойка HTTP мен біздің осы HTTP запросты қабылдаған кездегі қосылатын осы middleware-лар да. Яқта security middleware, session middleware, common, CSRF, аутентификация, message, X framework options middleware деген сияқты middleware-лар бар. Бұл middleware-лар как бы фильтрация ретінде жұмыс жасайды. Әртүрлі HTTP-дағы request пен message body'ға байланысты белгілі бір направлениеге ауыстырады. Ну, нам получается root URL conf біздің приложение запускаться еткен кезде осы URL деген модульдан бүкіл маршруттар жиналып, ішінен керекті маршрут таңдалып, жұмыс жасайды ары қарай өтеді. Template деген ол біздің шаблондар тұратын жер. Так как получается бүкіл көптеген фреймворктар MVC паттерн қолданады, Model View Controller. Model деген база данықпен жұмыс жасайды. View деген біздегі фронтенд template, шаблондар. Контроллер деген біздің сайттың миы логикасы жазылады. Мына жердегі настройка VC-чайға қалай қосылу керек екен, мына база даныққа қосылу керек екен, валидацияның правилалары, авторизация, language, то есть біз тілін өзгерте аламыз. Бұл жерде айтар кезерлік нәрсе қазақ тілі де бар. Оны біздер админ панельге келген кезде көреміз. Time зонаны көрсетсеңіздер болады. И және де басқа да настройкалар. Статический файлдар. Келесі бізге URL-ға өттік. Вот URL. Мен комментарийді алып тастаймын, маған қажеті жоқ. Көптеген. Бұл жерде URL patterns деген получается список бар. Осы списоктың ішіне бізде бүкіл осы приложениедағы роуттар жиналады. И соның ішінен біз белгілі бір роут бойынша өткен кезде, сайтта, сол кезде осы роуттарды тексеріп, және де определенный логиканы контроллерді шақырады, іске қосады. Ал давайте біз сіздермен Python'дағы Django скачать еткен кезде пакетпен бірге сервер скачать етіледі. Вот, сол серверді запускать етейік. Айтамыз, Python деген ол біздің компиляторымыз, то есть Python'ымыз. ManagePy деген біздің ол файл, көмектеседі программалар запускать еткен кезде, командалар запускать еткенге көмектеседі. ManagePy, Python, ManagePy. И біздің командамыз ол run server. Run server ол өзінің серверін запускать етіледі. Бастық, қазір ол бізге, егер сіздерде де осындай қызылмен бір сообщение көріп тұрса, қорықпаңыздар. Ол қате емес, ол предупреждение, что бізге миграция жасау керек. Жарайды, пока біз оған күмән бермейміз. И вот starting development server at now port бойынша дейді. IP бойынша. Және де сол IP-да ашамын. И вот біздің IP-да осы Django-ны көрдік. Бұл деген сөз біздің Django фреймворкын орнаттық, успешно орнаттық дегенді білдіреді. Ал енді келесі сабақта біз уже напрямую Django-мен жұмыс жасаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.